Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ADS менеджердегі қосымша тараулары жайында айтайын. Оларды білген сіздерге жарнама жасаған кезде керек ақпараттарды тез көруге және ары-бері тез өтуге көмектеседі. Мына жерде мынандай 3 сызық мәзір бар. Сол жерге өткенде мен жиі қолданатын бөлімдер шығып тұр. ADS менеджер ол жарнама жасайтын жер. Баптау өңдеу тарауы бұл жерде сіз жиі қолданасыз. Ол туралы мен бизнес менеджер жайындағы сабақта толығымен айттым. Мынау жарнаманың нәтижесін көрсететін тарау. Мысалы, бір компанияның таргетін жүргізсеңіз, қаншалықты нәтиже жақсы не жаман болғанын осы жерден дайындап көрсетесіз. Аккаунттың сапасы деген тарауда өздеріңіздің блоктарыңызды немесе жарнаманы қалай дұрыс жібермегендеріңіз, қандай ереже бұзғандарыңыз, сол жайлы ақпаратты көруге болады. Содан кейін биллинг немесе шот тарауы бар. Төлемдеріңізді толығымен көруге болады, шоттарыңызды жүктеп алуға болады, немесе төлем картаны ауыстырып, осында салсаңыз болады. Тағы мен қолданатын тарау ол аудитория деген, бірақ бұл видеода оған тоқталмаймын, ол ретаргетингке жатады. Бұл курста ол жайында ақпарат берілмейді. Келесі курста ретаргетинг, масштабирование деген ұғымдарды өтеміз. Сол кезде ол туралы айтамын, ол көбінде профессионалды деңгейге жатады. Аккаунт сапасы тарауында мынандай 4 бөлім бар. Поддержка бөлімінде немесе қолдау бөлімінде сіз блогпен келіспеген жағдайда жазып, жаңағы сол жердегі адамдарға түсіндіресіз. Бұл жерден егер таппасаңыз, астыңғы жағында проблема жайлы айту деген бастырманы басып, сол жерден іздеп көрсеңіз болады. Бұл тарауды көбінде Facebook тығып қояды, таппай қалуыңыз мүмкін. Аккаунт проблемалары деген бөлімде не үшін блокқа түскеніңіз жайлы жазылады және жарнамаңыз не үшін өткізілмегені туралы айтылады. Негізінде әдемі аккаунт осылай болу керек, өйткені проблема жоқ деп жазылып тұрады. Бірақ мынандай блокта тұрғандар да болады, бәрі мінсіз бола алмайды. Мысалы, мен кірсем, менде не үшін блокқа түскені көрінеді. Мен өзім білемін, бұл қызыл аккаунттар менің рубль аккаунттарым болған. Сол үшін санкция кезінде блокқа түсті. Блоктан шығаруға тырыспаймын да, өйткені төлеуге мүмкіндік бермейді. Ресей тумалары мен рубль аккаунттарды қарамайды да. Клиентімнің екінші аккаунты да рубльмен, ол да блокта тұр. Глобальды бір заң бұзушылығым жоқ, сол үшін аккаунтым таза болып саналады. Кейде Facebook жайдан жай блокқа салып тастауы да мүмкін. Егер блокқа түссеңіздер, сол блоктағы аккаунтқа өзіңіз өтіп, не үшін екенін қарайсыз. Егер сіз жарнаманы дұрыс жібермей, немесе бір ереже бұзсаңыз, ең біріншіден ADS менеджерге өтіп, сол жарнаманы толықтай өшіріп тастаңыз. Содан соң осы жерде тексеруге жіберу деген бастырманы басып, тексеруге жібересіз. Бұл жерде сізді робот емес, адам тексере бастайды. Сондықтан бәрі түзу, бәрі әдемі екенін көрсе, аккаунтыңызды қайтадан ашып береді. Келесі тарау өңдеу бөлімі. Оны алдында мен бизнес менеджер ашу деген сабақта көрсеткенмін. Қандай екенін жай ашып көрсетейін. Ол міне мынау бөлім. Сіздер бұны танитын шығарсыздар, оған дейін көрсеткенмін. Келесі тарау ол биллинг тарауы. Ол жерде сіздер төлемдеріңізді қарайсыздар. Мына жерде керекті аккаунттарыңызды таңдап, соны қарауға болады. Мен бір ақпараты бар аккаунтты ашайын, сол жерден көрсетейін. Мына жерде уақытын қоюға болады, мысалы 1 айға немесе 1 жылға деп. Содан кейін мына жерде шотқа кіріп, жаңағы барлық ақпаратты қарауға болады. Мысалы, сомманы, салық соммасын мен 12% НДС төлеймін. Соны да осы жерде көрсе болады. Кейде осылай Facebook ақшаны шеше алмай қалады. Ол Каспиде картаңызда интернет төлемдерге лимитіңіз жабық болса, немесе картаңызда ақша болмай тұрса, немесе картаңыздың срогы өтіп кетсе, сол кездерде өстіп шеше алмай қалады. Міне көргендеріңізде 2 рет шеше алмай қалған. Бірнеше рет өстіп шеше алмай тұрады да, сосын аккаунтыңызды өшіріп тастайды. Картаңызды тексеріп, қазір төлеу деген бастырманы бассаңыз болады.
Егер картаңызды ауыстыру керек болса, төлемдерді өңдеу деген бастырманы басасыз да, жаңа картаңызды осы жерге енгізсеңіз болады. Келесі тарау жарнаманың нәтижесін көруге арналады, бірақ мен оны кейін көрсетемін. Бұл видео пайдалы болды деп ойлаймын. Комментарийда өз әсерлеріңізді жаза кетіңіздер, каналға жазылыңыздар, келесі видео таргет жасаймыз.